Ұлттық қордан алынған қаржының 50%-дан астамы тиімсіз жұмсалған. 5 миллиардқа жуық ақша түрмедегілерді асырауға және мәдени іс-шара өткізуге кетіпті. Сенатқа келіп есеп берген үкімет мүшелерін депутат Сергей Карплюк осылай деп сынға алды. Сенатордың айтуынша, ел экономикасына тіктеуге республикалық бюджеттің қауқары баяғыдан жетпейді. Үкімет соңғы 3 жылдан бері қазынаның 40%-ын ұлттық қордағы ақшамен толтырып келеді. Былтырдың өзінде қордан 4,5 триллион теңге сұратқан, ал қаражат қор қаржысын жұмсауға заң бойынша тыйым салынған жобаларға бөлініп келіпті. Это средства национального фонда. 2,3 миллиард теңге сотталғандардың қажеттіліктеріне, ал 2,5 триллион теңге шетелде мәдени іс-шара өткізу үшін жұмсалған. 315 миллион теңге мәдени нысан салуға бөлініпті. Дұрыс игермеген ақшаны бюджетке қайтару жағы да ақсап тұр. Ұлттық қордың қаржысын оңды-солды шашқан үкіметті есеп комитетінің төрағасы Наталья Годунова да сынады. 413 миллиард теңге босқа шашылып, 79 миллиард заңсыз жолмен алынғанын айтты. Қазір комитет ақшаны қазынаға қайтару жолын қарастырып жатыр. Сыртқа қарыздар да азаяр емес. Былтыр үкімет өзге мемлекеттерден 1,1 триллион теңге қарыз алған. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 4 есеге көп.